Бұл жарнаманы естігенде алғаш әзіл шығар деген оймен өзімнің жайдарлана күліп отырғанымды аңғармаппын. Келесі мезетте таңдана бастадым. Жоқ, әзіл қалжыңға мүлде ұқсамайды. Жарнама газеттің бірінші бетіне жарияланған. Әрі бірден көзге түсердей әріптерін үлкен етіп, арнайы құрсаудың ішіне жарқырата көрсетіпті. Қайталап анықтап оқи бастадым. Сөзбе-сөз мағынасы мынандай: 25-30 жас аралығындағы ер адамның сол қолын сатып аламын. Қол сатушының қаны бірінші топ болуы шарт. Қолдың құнына 1 миллион ақш доллары көлемінде қолма-қол есеп айырады. Делдал арқылы болса, оған жеке 100 мың доллар төленеді. Әлденеше рет оқыдым. Аумай осылай деп жазылған. Шынымен де рас болғаны ма? Пәтер сатып аламын, мәшине сатып аламын, мебель аламын, мал сатып аламын, таусылмайтын сатып аламын дегенге етіміз үйренген кезде мынау қол сатып алам деген қайдан шықты? Өзінің бағасы анау, табан астында доллармен миллионер, теңгемен миллиардер болып шыға келесің. Ойпыр-ай, жарнаманың төменгі жағына көз тастадым. Аты жасырын сақталуға тиіс, атақты бай, даңқты шенеунік Пәлен Дегенбаевтың жалғыз ұлы мотоспортқа қатысып жүріп, жол шетіндегі жартасқа жанай өткенде сол қолын иығынан жұлдырған. Неке тойына 2 ай қалғанда, сол себепті де жасанды емес, жанды қол қажет. Қолын сатуға келіскен азамат қаладағы трансплантация жасайтын емханаға келіп, денсаулығын тексерткен соң қолы жарамды деп табылса, ресми шартқа отырады. Содан кейін жеке шотына қолма-қол миллион доллар аударылып, банк кітапшасы қолына табыс етілген соң, хирургиялық жолмен сол қолы қолсыз қалған мырзаның иығына трансплантациялық әдіспен жалғанады. Қол сатушы жарақаты жазылғанша емхананың тегін күтімінде болалды. Делдал арқылы келген қол сатушы болса, дәл осылайша келіскен соң, делдалдың жеке шотына 100 мың доллар аударылады. Барлық құқықтар заң бойынша қорғалады. Болған үрдістерді құпия ұстау уәдеге алынады. Мынау жарнамаға мен өзімде сапса екенмін. Жасым 29-да, қанымның группасы да бір. Сол қолымды көтеріп көрдім. Бұлшық еттері білеуленген, көк тамырлары көз тартып, білек түктері жылтыраған, тырнақтары күп-күрең әдемі қол өзіме қарап тұрып, мені сатпақсың ба дегендей. Жүрегім үлпілдеп, маңдайымнан суық тер бұрқ етті. Бай болсам деген қуаныштан ба, әлде сыңар қол болып қалатын қорқыныштан ба, білмедім. Сол қолым жоқ, бірақ миллионермін. Миллион долларлар. Іште есептеп көрем. Өмір бойы таусылмайтын ақша ғой бұл. Бірақ неге екені белгісіз, қолымды қимайтын секілдімін. Жарнаманы тағы бір оқып шыққанда басыма бір қуаныш тойы жарқ ете қалды. Делдал болып көру керек. 100 мың долларды аз ақша емес, міне табылған ақыл. Телефонды қайта қолға алып, жаңа жүрегім үлпілдеп суық тер шықса, енді саусақтарым дірілдеп, көзім жасаурады. Тағы да жүрегім үлпілдей жөнелді. Сағатыма қарадым. Таңғы 8:20. Клиентті бұрын табуға үлгеруім керек. Жол шетіне шығып, Момышұлы аялдамасына бірінші келген 566 автобусқа іліндім. Таяу отырған өзім қатарлы жігіттің жанына отыра қалдым. Көз қырымды салсам, атан жілікті, шоқпар қолды жұмысшы жігіт екені көрініп тұр. Ол да маған бет бұрды. Осы сәтті қалт жібермей, замандас, кенет бай болып шығуға қалай қарайсың дедім. Бейтаныс жігіт сабырлы жымиды. Қарсы емеспін. Ондай болса миллион долларды бір-ақ күнде табасың дедім. Менің айтқаныма көнсең. Ол маған сенімсіз кейіппен немқұрайлы көз тастады. Ондай сұмдық ақшаны біз ойға да алмаймыз. Жол жөндеуде ыстыққа күйіп жүріп айына 50 мың теңге табам. Пәтер жалдаудан қалғаны тамаққа әзер жетеді. Көкейімде міне нағыз клиент деген дәме жылтың ете түсті. Мәселеге тіке көштім. Атын сұрап алдым. Әй Рамазан,
$1 миллион тапсаң, 100 мыңына қала маңынан жер сатып аласың. 100 мыңына әдемі бір баспана, қалғанын қалай айналдырып көбейтем десең, өз еркіңде өмір бойы ақшадан таршылық көрмейсің. Рамазан, ол не қылған ақша айтсаңшы енді деген кейіппен назарын тікті. Менің де аңдып отырғаным сол ғой, жарнамалық газеттен оқығанымды майын тамызы айтып бердім. Рамазан өте жақсы түсінгенін білдіріп, басын изеп отыр. Дәмем зорая түсті. Рамазан тапшылар емес. Бетіне қарасам, көзі үрейге толып, күнге күйген күрең маңдайын бүршіктер жауыпты. Ерні әзер қимылдап. Жоқ, қолымды бере алмаймын. Ондай ақшаның маған керегі жоқ деп, сол қолын оң қолмен қапсыра ұстап алыпты. Сонымен алғашқы клиентім сәтсіз аяқталды. Бірақ үмітім зор, басыма бір тамшы ақыл келе қалды. Бұл саудаға жұмыссыздар тез көнуі әбден мүмкін. Үйге өлімші болып шаршап кеп, төсекке жата бере ұйқыға кетіппін. Таң атқанша адам құсап сөйлеп, жан ұшыра қашып жүрген не түрлі қолдарды қуып, жете алмай шалдыққан халде азапты түс көріп, бастырылып әзер ояндым. Зардың алдында екі аяғы жоқ жиырмалардағы бір қайыршы тәжік отыратын есімде. Міне бұндай сұранысқа осындай бейшара қайыршы бірден келіседі. Кешеден бері неғып есімде болмаған. Ол айтқанындай дәл күндегі орнында тізелеріне тері қапшық кигізген шолақ аяғымен аласа арбасында отыр екен. Анда-санда Құдай үшін братия деп алақанын жайып қояды. Таяп келіп бір жағы байқау үшін шып-шымыр жалпақ алақанына 50 теңгелікті тастадым. 5 теңгеге қанағаттанып үйренген ол маған риза кейіппен көз тоқтатып, Құдай жолыңды оңғарсын деп бетін сипады. Мен де осы мезетті қалт жібермей жарнамамды жайып салдым. Мен сөзімді аяқтар кезде оның екі көзінен жасы сорғалап жылай бастады. Саудаға келісті, қуанғанынан жылап отыр деп жақсыға жорыдым. Бірақ ол жасын тыйып, бауырым, маған осындай бай біреу екі аяғымды салып берсе, мен оған өмір бойы басы байлы жалшы болып өтер едім. Әттең, екі аяғым болса, ақшаның бетіне түкірер едім деді. Жарнаманың күлі көкке ұшқандай сенделіп тұрмын. Кешеден бергі оқиғаларға ақылым жетпейтін тәрізді. Бұл адамдар шынымен сонша ақшаға бір мүшесін қимағаны ма? Әлде көп адамдардың көруіне себепші болып, осы видеоны жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ассаламу алейкум.